Қайырлы күн құрметті оқырман, құрметті менің YouTube каналымның оқырмандары. Бүгінгі тақырыпта мен сіздерге именно баланың мұрнынан көп мөлшерде су аққанда, ешқандай температурасыз, былайша айтқанда риниттерде біз қандай көмек көрсетеміз, үйде не жасауымызға болады. Осы туралы тақырып қозғайтын боламыз. Менің YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Егер балаңызда осы мұрын ағуға байланысты, мұрыннан тоқтамайтын слизге байланысты қандай да бір консультация егер сіздерге қажет болса, мен төменде описанияда номер қалдырып кеттім. Сол номерге хабарласу арқылы консультацияға алып келсеңіз болады. Біздің мекенжайымыз Шымкент қаласында, Нұрсат мөлтек ауданы 126 деген мекенжайда сізді қабылдауға біз әрдайым дайынбыз. Енді сіздің балаңызда жалпы мұрыннан су ағу бұл не? Соған тоқталайық, ол неден болады және оған қандай көмек көрсете аламыз. Мұрындағы жалпы слизь, былайша айтқанда серозный содержимое, который мұрыннан ағады, бұл мұрынның шырышты қабатындағы, мұрындағы аденоид безіндегі қабыну процестерінің салдарынан пайда болатын защитный механизм. Неге мен защитный механизм деп жатырмын? Жалпы насморк, мұрыннан ағатын бөлінді. Неге бөлінеді? Себебі шырышты қабатты біріншіден жоғарғы бөлігін жабу үшін, екіншіден мұрындағы вирусты, қоздырғыштарды, аллергендерді сыртқа шығару мақсатында. Осылай ағза өзін өзі қорғап отырады. Бұл бірінші себеп. Енді осы уақытта қандай көріністерді сіз байқауыңыз мүмкін? Баланың мұрнының тынысының бұзылуы, тыныс алуында мұрынның бітелуі, түнгі уақыттағы қатты жөтелдер, күндізгі уақытта да жөтелдің пайда болуы неге болады? Себебі мұрыннан бөлінген слизь артқа қарай стекать етеді, задний стенкімен бізде жоғарғы тыныс жолын жыбырлатады. Соның салдарынан балада жөтел пайда болады, мұрынмен тыныс алуы қиындайды. Енді бұл кезде балаңызға қандай көмек көрсете аласыз? Сіз қандай тиімді ем түрін қолдана аласыз? Үй жағдайында не жасауға болады және қашан дәрігерге бару керек? Бірінші кезекте баланың мұрны ағып бастағанда ең бірінші сіздің қолданатын тактикаңыз ол мұрынды тұзды ерітінділермен шайып отыру. Тұзды ерітінділерден мен сізге қарапайым физиологиялық ерітінді 0,9% натрий хлоридтен бастап аквамарис спрейіне дейін қолдансаңыз болады. Бұлардың барлығы құрамында тұзды ерітіндісі бар. Ол не істейді? Біріншіден отекті қайтарады, екіншіден слизді тоқтатады, яғни шырышты қабатты құрғатады. Одан кейінгі сіздің қолдануға болатын нәрселеріңіз ол сіздерде именно мұрын қуысынан серозный бөлінді дейміз, ақшыл түсті насморк ағып жатқан кезде мұрынға қосымша назоферон каплясында тамызуға сізге болады. Енді бұдан бөлек көп мөлшерде су ішу, түнгі уақытта жөтел күшейген уақытта антигистаминді препаратты қолдансаңыз болады. Баланың жасына, салмағына қарай фенистил немесе кетатифен препаратын қолдансаңыз, ол уақытша рецепторлерді блокировать етеді, баланың түнгі ұйқысын тыныштандырады. Енді қандай асқынулар болуы мүмкін? Қай жағдайда сіз дәрігерге баруыңыз керек? Бірінші нәрсе, ол егер сіздің мұрыннан бөлінетін бөліндінің құрамы өзгеріп жатса, яғни ақшыл түстен қою көк, былайша айтқанда іріңді бөліндіге өзгерсе, ауыздан, мұрыннан балада иіс шыға бастаса, одан бөлек сіздің жалпы мұрынның ағып жатқанына бір аптадан аса уақыт өтіп кетсе, міндетті түрде педиатрға, лор дәрігеріне көрінгеніңіз дұрыс. Неге? Себебі бұл түрлі асқынудың алдын алады. Сіздерде синуситтер болуы мүмкін, дополнительно ол құлаққа да әсер етеді, ортаңғы отит пайда болуы мүмкін осының әсерінен. Енді бұндай асқынулар болмау үшін міндетті түрде дәрігерге барасыз. Ол кісі сізге не тағайындайды? Баланың клиникалық жағдайына байланысты антибиотик қосуы мүмкін, дополнительно промывание рекомендовать етуі мүмкін, және сіздің жалпы диетаңызды дұрыстау керек. Айта кететін жайт, үй жағдайында да сіз өзіңіздің егер насморк болса, баладан тәттіні шектеңіз, құрамында тәтті бар өнімдерді шектесеңіз, бұл да біршама баланың денсаулығын жақсартады. Енді құрметті аналар, құрметті оқырмандар, менің осы YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздерге жүйелі түрде осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Бір адамға болсын пайдам тисе, мен өте қуаныштымын. Консультацияға төмендегі номерге хабарласу арқылы келсеңіздер болады. Мен сіздің балаңызға көмек көрсетуге және сізге қол ұшын созуға әрдайым дайынмын. Менің достарымның қатарында болыңыз. Біздің мақсат 100 мыңға жету. Қазіргі уақытта біз 16 мың, 17 мың оқырманда тұрмыз. Осыны 100 мыңға жеткізу. Олай болса, келесі видеоларда кездескенше комментарийге жалпы бала денсаулығына байланысты қандай сұрақтарды білгіңіз келеді, сол туралы жазып кетіңіз. Мен келесі видеоларды солай түсіріп отыратын боламын. Сау саламатта болыңыздар.